Сәлем достар, сіздермен бірге мен Альбина. Бүгін мен сіздермен адам денсаулығына өте пайдалы әрі өте дәмді каркаде сусының дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, егер видео ұнаса, комментарий, лайк қалдырып отырыңыздар. Жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ең әуелі салқын суымызға жуылып тазартылған каркаде жапырақтарын саламыз. Достар, каркадені міндетті түрде жуыңыздар, себебі ол қарапайым өсіп тұрған гүлді сол қалпында теріп алып кептіреді. Сондықтан да оның құрамында шаң, тозаңдар өте көп. Міндетті түрде салқын сумен жуыңыздар. Әрі қарай құмшекерді саламыз. Құрамында қанша қосқанның барлығын описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Осылай жақсылап араластырғаннан кейін қақпағын жауып қайнауға қоямыз. Осылай бір рет қатты қайнағаннан кейін астын баяу қоямыз, отты сөйтеміз де оған лимон, апельсин саламыз. Бұл жерде лимон мен апельсинді салмау өз еріктеріңізде, алайда мен ерекше дәм берсін деп апельсин мен лимонды да қостым. Және әрі қарай тағы да 1-2-3 минут көлемінде кішкене қайнатасыздар да мята жапырақтарын қосып суығанша күтеміз. Достар, міндетті түрде дайындап көріңіздер, себебі каркаде сусыны өте пайдалы. Салқын күйінде пайдалансаңыз, жоғары көтеріліп тұрған қан қысымын төмендетуге және қан сұйылтуға көмектеседі. Ал ыстық күйінде, кәдімгі шай күйінде пайдалансаңыз да болады. Ал ол кезде ол керісінше төмен қан қысымын жоғарылатуға да өте үлкен көмектесетін болады. Осылай мен сусынды әбден суытқаннан кейін, осылай бөлек ыдысқа құйып алдым арнайы кувшинге. Әрі қарай мұз кесектерін салдым. Егер қаласаңыздар, салмай қойсаңыздар да болады. Осымен біздің каркаде сусынымыз дайын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Ұнаса, міндетті түрде дайындап, нәтижесін комментарийде қалдырыңыздар. Рахмет.